Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге азу по-татарски тамағын дайындайтын боламыз. Соленый огурцы қосып, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен табамызды қыздырып, содан соң сұйық күнбағыс мағын құйып қыздырып аламыз. Содан соң етімізді турап салатын боламыз. Етімізді асықпай, қызарғанша жақсылап қуырып аласыздар. Кез келген етті қолдана берсеңіздер болады. Осылай асықпай, әдемілеп, қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Етімізді жақсылап қуырып алдық. Енді бізге бір дана пияз қажет. Пиязымызды ұсақтап, майдалап турап алып, жақсылап араластырып, сарғайғанша қуыратын боламыз. Қалауларыңыз бойынша сәбіз салып қуырсаңыздар да болады. Енді бізге бір ас қасық томат қажет. Томаттың орнына помидор қоссаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырып аламыз. Толық томатымыз араласқанша жақсылап қуырып алдық. Енді су құятын боламыз. Етіміз батып тұратындай. Дәміне қарай тұз саламыз. Өзіңізге ұнаған приправа түрлерін қоссаңыздар болады. Енді бетін жауып, ет піскенше қайнататын боламыз баяу отта. Және де бізге картоп қажет. Картопымызды жуып тазалап, ұзыншалап, ұсақтап турап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей дайын болды. Мен 2 адамға осылай аз көлемде жасап жатырмын. Дәл осы рецептпен көп етіп жасаңыздар да болады. Енді қызып тұрған табағымызға майымызды құйып, картоптарымызды жақсылап қып-қызыл қуырып алатын боламыз. Сонда өте дәмді шығады. Осылай жоғарғы отта жақсылап қуырып аламыз. Содан соң пияз салып, тағы да барлығын жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Осылай картопымыз қызарып жатыр. Әдемілеп, жақсылап осылай қуырып аламыз. Сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Каналымда күнделікті жаңа рецептер шығарып отыратын боламын. Осылай енді бөлек ыдысымызға алып алатын боламыз картопымызды. Енді бізге тұздалған қияр қажет. Осылай жіңішкелеп турап, содан соң ұзыншалап, ұсақтап турап алатын боламыз. Соломка қылып. Өте ерекше дәм беріп, тамағыңыз өте дәмді болып шығады. Енді етіміз пісуге сәл қалғанда осы қиярымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырып аласыздар. Осылай толықты араластырып алдық. Енді картопымызды салатын боламыз. Осылай кішкене бетін ғана араластырып қоятын боламыз. Сонда еттің соусымен өте дәмді болып шығады. Осылай дәміне қарай ас көк, петрушка қоссаңыздар болады. Кішкене ғана араластырамыз. Енді бетін жауып, картошкамыз піскенше қайнататын боламыз. Өте тез піседі. Біздің тағамыз дайын болды. Суы тартылып, өте керемет болып шықты. Енді тамағымызды тарелкамызға салып, ұсынатын боламыз. Өте керемет, ерекше дәмді болып шықты. Үйдегілерге қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Баршаларыңызға ас болсын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.